Ассалямағалейкум, сәлем баршаңызға. Мен артыма қош келдіңіздер. Мен арным әлі де тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Тұздың пайдасы қандай? Тұз адам ағзасындағы ылғалды сақтауға қабілетті. Тұздың жетіспеушілігі сусыздандыруға әкелуі мүмкін. Ауыр жағдайларда организмге тұздың жетіспеушілігімен гипонатремия дамуы мүмкін. Иодталған тұз ағзадағы иод тапшылығының тиімді алдын алудың ең сенімді және қарапайым әдісі. Тұздың зияны қандай? Негізгі қауіп қан қысымының жоғарылауы, инсультке апарады. Тұздың артық мөлшерінен бауыр мен бүйрек аурулары, атеросклероз пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ натрийдің көп мөлшері кальцийдің шаймалануына алып келеді. Бұл сүйектер мен тістерді жұмсартуға қауіп төндіреді. Тұзды толығымен тастасаңыз не болады? Тұздан толық бас тарту натрий тапшылығына әкелуі мүмкін. Бұл әрине бас ауруы, бұлшықет әлсіздігі, құрысулар, жүрек айну, тәбет жоғалту, ас қорыту, қан қысымының төмендеуі және тұрақты бас айналуға алып келеді. Адамға тұз не үшін қажет? Диеталық немесе ас тұзының негізгі элементі натрий болып табылады. Онсыз біздің денеміздегі қалыпты сұйықтық балансы мүмкін емес. Түрлі тұздар түрінде ол қанға, лимфаға және ас қорыту сөліне еніп, барлық мүшелерге оттегі мен қоректік заттарды жеткізеді. Күніне қанша грамм тұз жеуге болады? Натрийдің ұсынылатын ең жоғарғы мөлшері күніне тәулігіне 5-6 грамм ғана тұз. Тұз кімге пайдалы? Адам тұзсыз жұмыс істей алмайды, өйткені бұл ас тұзы. Оның негізі натрий хлориді болып табылады. Ол бұзылған метаболизмді қалпына келтіреді. Ағзадағы қышқыл негіздік тепе-теңдікті қалпына келтіріп, сұйықтықтың оңтайлы деңгейін, оның ішінде қан көлемін сақтайды. Дененің сусыздануын болдырмайды. Тұзсыз өмір сүруге бола ма? Диетада натрийді теріс пайдалану денсаулыққа қауіп төндіретініне қарамастан, дене онсыз жұмыс істей алмайды. Натрийдің жетіспеушілігінен тіпті денсаулыққа байланысты проблемалар болуы мүмкін. Тұрақты тұзда кездесетін натрий жасуша деңгейінен жүйке жүйесін басқаруға дейінгі көптеген өмірлік функциялар үшін өте маңызды. Ағзада тұздың жетіспейтінін қалай түсінуге болады? Ағзада тұздың жетіспеушілігінің белгілері. Ол бас ауру, бас айналу, әлсіздік, жүрек айну, жүрек жеткіліксіздігі мүмкін. Тұз жасушалық деңгейде метаболикалық процестерге қатысады, сондықтан бұл дене үшін өте қажет. Тұзды немен алмастыруға болады? Лимон шырыны, соя соусы, теңіз балдыры, сарымсақ, пияз, кептірілген көкөністер, соның ішінде желкек пен зімбір, балдыр көктермен алмастыруға болады. Тұзды көп қабылдау қандай ауруларды тудырады? Ол гипертония, семіздік, буын ауруы, жүрек жеткіліксіздігі, инсульт және ең қауіптісі асқазан қатерлі ісігі. Тұзды азайтса не болады? Ересектер тәулігіне 5 граммнан аз тұз тұтыну қан қысымын төмендетеді және жүрек қан тамырлары аурулары, инсульт, инфаркт қаупін азайтады. Тұзды тұтынудың азайтудың басты артықшылығы жоғары қан қысымының сәйкес төмендеуі болып табылады. Қандай тұз зиянды емес? Гималай, қызғылт және қара тұзды, сондай-ақ теңіз тұзын пайдалану арқылы сәл болса да сіз көбірек пайдасы көп және зияны аз қылып алуға болады. Бірақ күніне тұзды 5 граммнан артық пайдалануға болмайды. Тұз қан тамырларына қалай әсер етеді? Тұзды шамадан тыс тұтыну балаларда да, ересектерде де
қан қысымын арттырады. Сонымен қатар жүрек қан тамырлары аурулары мен инфаркттардың пайда болуын қоса жүрекке қауіп төндіреді. Қанша тұз жеу керек? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы балаларда қабылдау деңгейі жасына байланысты тәулігіне 5 граммнан артық тұзды жеуге кеңес бермейді. Тұз ішекке қалай әсер етеді? Ащы тұз осмотикалық іс жүргізетін дәрілер тобына жатады, яғни осмос негізінде ас қорытуды жақсартады. Ол ішектегі судың мөлшерін арттырып, осылайша ішек мазмұнының көлемін арттырады да, ішекте қозғалуға қажетті қысымды жасап, көмегін тигізіп отырады. Түнде неге тұзды тағам жеуге болмайды? Ұйықтар алдында тұзды тағамдарды шектеу керек. Түнде ең аз тұзды тағам адамды сұйықтықты одан да көп сақтайды. Сондай-ақ организмнің жалпы тұзға сезімталдығы туралы көбірек білу керек. Егер ісіні үрдісі болса, онда тұзды мүлдем шектеп тастау керек. Егер де сіз мені видеомды соңына дейін қарасаңыз, сіздерге көп алғысымды айтамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Гүлназ.